күн баршаңызға. Бүгін біздің мектебімізге Мұнайдар Балмолда келді. Біз қазір ағамызға Ишанғали Меңдіханов туралы сұрақ қоятын боламыз. Бірінші сұрағымыз: Ишанғали Меңдіханов кім? Рахмет. Ишанғали Меңдіханұлы бұл қазақтан шыққан тұңғыш драматург, ағартушы, мұғалім, жалпы ұлттың уысынан жарып өскен қазақ азаматы. 1878 жылы Бөкей Орда топырағында қалмақ қисымында старшында сол жерде дүниеге келген екен. Сол кішкентай кезінен зерек болып өскен ғой, байқампаз болып, табиғатқа қарап, сондай Құдай берген талантын өзінің еңбегімен ұштап, драматургке айналып тұр. Қысқаша айтқанда, қазақтан шыққан тұңғыш драматург. Өмірі қысқа болды, бірақ біраз нәрсе қалды енді қазақ үшін. Қысқаша осылай. Екінші сұрағымыз: Ишанғали Меңдіхановтың өмірі мен шығармашылығы неге аз зерттелді деп ойлайсыз? Оның себеп салдары қазір айтқанда қиындау, бірақ сол кезде аласапыран уақыт болды. Совет үкіметі байланысты аласапыран кезеңде азамат соғысы жүріп жатты. Неше түрлі қиындықтар кезінде халықтың тағдыры қыл үстінде тұр. Сол кезде өмір сүрген, қызмет еткен Ишанғали Меңдіханұлының өмірі де қысқа болды. 1919 жылы өмірі тоқтады ғой. Соған да байланысты өмірі аз зерттелді шығармашылығында, және бұған бір себеп ойлаймын, оның көзқарасы, ұлтын сүйген ұстанымына байланысты көптеген зерттеуші ғалымдар Ишанғали Меңдіханұлының тұлғасынан аттап кеткен сияқты айналып өткен. Өйткені оны зерттесе, оны жарыққа шығару үшін өзінің тағдыры қалай болады деп қорқады ғой. Өйткені бір ғалымдар байдың баласы деп те атап кеткен. Сосын ол кезде таптық көзқарас, бай, кедей деп қарайды. Совет үкіметі байларды қудалады. Сондықтан сондай жат элементке жатқызып, Ишанғали Меңдіханұлы зерттеуді ысырып тастаған ғой. Аз зерттелді. Иә, себебі осындай. Үшінші сұрағымыз: қазіргі әдебиетте Ишанғали Меңдіханов туралы тың пікірлер немесе шығармалар шығып жатыр ма? Енді Ишанғали Меңдіханұлы хақында кезінде Мұстафа Исмағұл деген атамыз зерттеп, біраз нәрселерді жинақтап кетті, қолынан келген. Бұдан кейін қазақ ғалымдарынан зерттейін деп қолға алған тәуелсіздік жылдары осы Мақсат Тәж-Мұрат, болмаса Бақыт Боранбаева, Исатай Кенжалиев жазды. Кейін кезде осы қазақ азаматтары қолға алып жүріп, өлкетанушы ретінде Қазыбек, осы мектептің өздерінің мұғалімдерінің жер сайын кітап жинақтап, мақалалар, құжаттарын көтеріп жүр. Бұлайша әлі бір көп нәрсеге қол жете қойған жоқ зерттеуге байланысты. Көбіне сол Мұстафа Исмағұлдың зерттеуі ізімен келе жатыр ғой. Бірақ ізденсе, жігіттердің қолы жақсылыққа көп нәрсеге жетеді деп ойлаймын. Сол зерттелмей кенжелеп қалып тұр. Көп нәрселер архивтерден жабылып қалды ма, құпия құжат деп беттерін ашса, зерттеліп қолымызға Ишанғали Меңдіханұлы жайлы толық мәлімет келеді деген үміт бар. Төртінші сұрағымыз: Ишанғали Меңдіханов туралы қандай шығармалары біздің қолымызға жетті, немесе қандай шығармалары біздің қолымыздан жойылды? Рахмет. Енді бұл кісінің бір саусақпен санарлықтай шығармаларының атауын білеміз. Байғұстар, Үйшік, Малдыбай, Тамырлар, ғылым иелері деген. Өкінішке қарай сол ғылым иелері мен Тамырлар деген шығармасы бүгінде таптырмай отыр. Кезінде Тамырларды ғалымдар мақтаған. Атақты қазақтың жазушылары Мұхтар Омарханов сияқты басқалары. Енді 1925 жылы бұл театр құрылса, бір жылдан кейін осы Ишанғали Меңдіханұлының пьесасы қойылады. Сонда оны жаңағы Мұхтар Әуезов басқалар
мақтаған өте жақсы шығарма деп. Өкінішке қарай жаңағы ғылым иелері, тамырлар деген пьесалары қазір таптырмай отыр. Сол тамырларға байланысты көптеген пікірлер айтылған негізі кезінде. Жақсы шығарма деп. Мен не себептен ол жоғалып кетті? Соған қарағанда қазақтың ұлттық мүддені көздеген дүние болып тұр ішінде. Жалпы Ишенғали Меңдіханұлының барлық шығармасында жаңағы сынасын, басқалай айтсын, қазақтың көкейіндегі дүниені айтады да, астыртын болсын, тікелей болсын, күлдіріп болсын, әзілмен болсын, сол қазақтың мүддесін айтады. Соған байланысты деп ойлаймын, шығармалары таптырмай қалып отыр. Бәлкім біз айтқан шығармаларында басқа шығармалары бар шығар, бәлкім зерттеушілер болашақта табады деп үміттенемін енді. Ал енді соңғы сұрақ, Ишенғали Меңдіханов туралы көркем шығарма жазуға қалай қарайсыз? Рахмет, қызым Қалғатайым. Бұл үлкен жауапкершіліктегі адамға. Енді жазушы көзімен қарасам, жазам деген ниетім бар, бірақ мәліметтер табылса болады. Бұған дейін тарихи роман жаздық қой, Дала көкжалы, 14, кейінгісіні көкжал туған, оның барлығы өлкемізден шыққан қазақтың біртуар перзенттері хақында. Енді сол қатарда Ишенғали атамызда бар. Бұған уақыт өте келетін шығармыз деп ойлаймын үміттеніп. Өйткені кей мәліметтер құжаттардан аламыз, зерттелген. Кей мәліметтер тылсым деген дүние бар, тылдан тартылған сын. Адамға бір аян болып келеді, түс болып келеді, жетелейді. Сол рәуіште жүресің ойыңмен, өңмен түсте. Сондай бір құбылыстар бастан өтіп етсе, ойлаймын қолыма қаламды алып, Ишенғали Меңдіханов ұлы жайлы хақында бір көркем шығарма жазармыз. Оны білмеймін. Әңгіме бола ма, пьеса бола ма, әлде романға айнала ма? Өйткені тағдыры өте күрделі, тағдыры қасіретке, трагедияға толы. Сұранып тұр неге жазуға. Сұрағаныңызға рахмет, Қалғатайым. Енді оның уақытында көреміз. Үміттенейік. Осымен сұхбатымыз аяқталды. Аға, көп рахмет.